Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі тақырыбымыз дәрігермен сұхбат деп аталады. Оқу мақсаты публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Сабағымызды бастамас бұрын сендерге мына бір видеороликті көрсеткім келіп отыр. Қолдарыңызды жиі сумен және сабынмен 20 секунд бойы уқалап жуыңыз. Жөтеліп, түшкірген кезде аузыңыз бен мұрныңызды бір рет қолдануға арналған қол орамалмен жабыңыз. Орамал болмаса, шынтағыңызбен бүркемелеңіз. Қолыңызды, көзіңізді, аузыңызды, мұрныңызды ұстамаңыз. Суық тию белгілері байқалған науқастармен кем дегенде 3-4 адымдай арақашықтық сақтаңыз. Бөлменің терезесін ашып, жиі желдетіп тұрыңыз. Тұтқаларды отырған жеріңізде пайдаланатын заттарыңызды күнделікті сүртіп тазалап отырыңыз. Басқалармен қол алысып, құшақтасып амандаспауға тырысыңыз. Иммунитетіңізді көтеру үшін сусынды көп ішіңіз және дұрыс тамақтаныңыз. Ұйқыңызға мән беріңіз. Медициналық бетперде тақпай сыртқа шықпаңыз. Дене қызуыңыз көтеріліп, жөтел қысса, тыныс алуда қиналсаңыз, медициналық көмекке жүгініңіз. Тәуекелге бармай, сақтық шараларын орындаңыз. Бейне сюжетті көріп болсақ балалар, миға шабуыл әдісі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжаймыз. Ол үшін мына сұрақтарға жауап береміз. Бейне сюжет не туралы? Қандай сақтық шаралары жайлы айтылды? Сұрақты қайталаймын. Бейне сюжет не туралы? Қандай сақтық шаралары жайлы айтылды? Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Кітабымызды ашып, балалар дәрігері академик Камал Ормантаевтың сұхбаты атты мәтінді мұқият зер салып оқимыз. Сұхбатқа назар аударамыз. Камал Сарварұлы Ормантаев қазақстандық балалар хирургиясының негізін қалаушысы ғалым, медицина ғалымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі. Балалар қосымша Камал Ормантаев жайлы ғаламтордан іздеп айтуларына болады. Балалар, дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Келесі тапсырманы шынжыр әдісі бойынша орындаймыз. Оқылым мәтінінің ішіндегі көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулары бар сөздерді теріп, рет-ретімен жазамыз. Балалар, келесі тапсырма топтастыру. Дәрігердің бойындағы 7 қасиетті тауып жазамыз. Жарайсыңдар балалар, енді орындаған жұмыстарында тексерейік. Дәрігердің бойындағы 7 қасиет. Олар адамгершілік, шыдамдылық, сабырлық, парасаттылық, еңбекқорлық, тазалық, ізеттілік болып табылады. Келесі кезекте алтын сандық айдары. Денсаулыққа байланысты мақал-мәтелдер айтамыз. Мысалы, денсаулық зор байлық, тазалық денсаулық кепілі. Тағы қандай мақал-мәтелдер білеміз балалар? Жарайсыңдар балалар. Сиқырлы қалам әдісі бойынша тапсырманы орындаймыз. Яғни, нұсқаулық құрап жазамыз. Тақырыбы: аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Дескрипторы: тақырыпқа байланысты нұсқаулық жазады. Нұсқаулықта жалғаулы сөздерді ажырата біледі. Қайталаймын. Тақырыпқа байланысты нұсқаулық жазады. Нұсқаулыққа жалғаулы сөздерді ажырата біледі. Балалар, осымен сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырма денсаулық зорбайлық тақырыбында эссе жазып келеміз. Рефлексия. Еркін микрофон әдісі. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді сұраққа жауап беру арқылы білдіреміз. Не білдің? Не білгің келеді? Не ұнады? Не қиын болды?
Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.